жектер. Бірде ата-анасы үрпекке секірмек сыйлады. Жаңа секірмегіне қатты қуанған үрпе орманда ойнап жүрген үркек пен маймоға жаңа ойыншығын көрсетуге асықты. Сәлем үрпек. Сендер не істеп жатырсыңдар? Жарысқа дайындалып жатырмыз. Қандай жарысқа? Қайсымыз жүйрік екенімізді білейік деп жарысқа отырмыз. Ал менде жаңа секірмек бар. Мен секіріп те жүгіре алам. Секірмекпен жүгіресің бе? Иә. Ой, мақтанбай-ақ қойшы. Маймо, менің көжек екенімді ұмытпа. Иә, көжектердің бәрі жақсы жүгіріп, тамаша секіреді. Мен сенен де озып кетемін, Маймо. Ендіше жарысайық. Қане, дайындалыңдар. Bir, екі, үш, кеттік! Маймо, үрпектен қалып қоймайық. Аяғым, аяғым. Үрпек, саған не болды? Аяғым-ай. Ауыртып алдың ба? Не істесек екен? Біреуді көмекке шақырайық қазір. Көжектердің бәрі жүйрік, бәрі жақсы секіреді деп бекер мақтаныппыз. Аяғымды ауыртпағанымда сендерден озып кетерем. Сен жүйрексің. Ал кішкентай достарым, айта қойыңдар. Үшеуміз жарысып келе жатыр ек. Бәрі де түсінікті. Үркек, Маймо, сендердің қателіктерің үрпекті қатыстырмай, екеуің өз ара жарысуларың керек еді. Біз не істедік? Біздің не кінәміз? Бар болғаны, Маймо екеуміз алаңқайда жаттығып жүргенбіз. Мінеки, бар мәселе осында. Сендер жүгірерде жаттығу жасап, денелеріңді қыздырып алдыңдар. Ал үрпек болса, жаттықпастан бірден жүгіріп кетті. Нәтижесін міне, көріп отырсыңдар. Естеріңде болсын. Қандайда бір іске кіріспес бұрын, алдын ала дайындалып алған дұрыс. Ой, жарысымыз кейінге қалатын болды. Маймо, үркек, менсіз жарыса беріңдер. Ал мен сендерге жанкүйер боламын. Міне, енді кішкентай достар алаңқайдағы жаттығудың пайдасы мол екенін білді. Охо!